Қыздар бәріне сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай мус суы торттың жасалу барысын көрсететін болам. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қыздар бәріне сәлем. Қазір сіздермен біз мус суы тортын жасайтын боламыз. Жалпы бізге нелер қажет болады? Мұнда менде миндаль ұны, жұмыртқа, сары майды ерітіп алдым, сұйық май, жер жаңғақ, грецкий орех, точнее. Грецкий орех осылай майдаладым, қант, алманы да осылай кубиктеп турадым, ванильный сахар, разрыхлитель және ұн қажет болады. Және осылай 2 кальцияны диаметрі 20 см етіп фольгамен орап шықтым. Сол екеуіне пісіретін боламыз. Енді қазір алдымен біз былай жасаймыз: жұмыртқаны және қант екеуін қазір тоқтатпастан 3-4 минут айналдырамыз. Яғни қою көпіріп болғанға дейін араластырамыз. Осылай араластырдым, көпіртіп. Енді осыған біз сары майды қосамыз және сұйық майды қосамыз. Араластырамын. Мұнда разрыхлительді ұнға қосамын, миндальный ұнды қосамыз және ванильный сахар. Ванильный сахар біз кішкене ғана қосамыз, шамамен 5 граммдай. Енді ұнды біртіндеп қосамыз. Осылай лопаткамен араластырып отырамыз әр қосқан сайын. Енді осында жаңғақты, ең соңынан жаңғақпен алманы қосамыз. Жаңғақты қосып жіберем және алманы. Осымен біздің қамырымыз дайын. Енді осы 2 формаға теңдей етіп құямыз. Енді 165 градуста қызып тұрған духовкаға саламыз, шамамен 20-25 минут. 20-25 минуттан кейін печканы ашып, ішіне шпажка тағып қоямыз, міндетті түрде піскен-піспеген тексеру үшін. Қыздар, менің бисквиттерім пісіп шықты. Енді суығаннан кейін осылай фольгасын алып тастаймыз. Шет-шеттен пышақпен кесіп қойайын. Бізде бисквит осылай пісіп шықты. Енді екіншісін ажыратайын қазір. Мінекей 2 бисквит те пісіп шықты. Енді қазір былай жасаймын. Мына бисквиттің ортасын кесемін. Ортасын біз карамельге толтырамыз. Дайындаған карамелімізді. Солай сыртынан мұзды құятын боламыз. Кольцо, диаметрі 15 сантиметрлік кольцо. Осымен тесе саламын. Бұмен біз не үшін тесеміз? Өйткені ортасына карамель қоямыз, и карамель бізде жан-жағына шығып кетпеу үшін. Бізде карамель тастап қалу үшін осы бисквитті пісіріп алдық. Так, мұнда біздің карамельмен дайын тұр. Енді карамельдің үстінен мен жаңғақтарды себемін. Және үстінен біздің жаңа қалған бисквит бар ғой, осыны кішкене майдалап сеуіп жіберемін. Бізге бетін жабу қажет, оның карамель көрінбеу қажет. Өйткені үстінен біз мұз құятын боламыз. Енді тура осылай мен морозилкаға жіберем. Морозилкада шамамен 1 сағат, жарты сағат тұрсын, сосын мұзды жасап, сыртына мұз құятын боламыз. Қазір біз тортымыздың сыртына мұз жасайтын боламыз. Ол үшін бізге не қажет болады? Менде мұнда алманың пюресі, мен алманы қайнатып алып, блендерден өткізіп алдым. Сосын желатин мен су
екеуін қазірден бірге араластырып қояйын, дайын болып тұра берсін. Желатиннің үстіне су қосамын. Екеуі араласып дайын тұра берсін. Мұнда қант, лимон суы, крахмал және су. Бұл жерде де крахмал мен суды бірге араластыратын боламыз, оны бірақ сосын істейміз. Ал қазір мұнда ыдысқа мен пюрені саламын. Пюрені, лимон суын және қант. Так, осы үшеуін мен қазір қайнататын болам. Мынау қайнағаннан кейін, қант еріп кеткеннен кейін крахмал менен суды араластырып саламыз. Қазірден араластырып қоя салайын крахмал мен суды. Осы екеуін сосын осының үстінен саламыз. Сосын барлығы араласып кішкене қоюланғаннан кейін соңынан барып қана желатинді қосамыз. Ал қазір мынаны қайнатуға кетеміз. Бізде пюре осылай қайнайды. Қайнаған уақытта жаңағы дайындаған крахмалымызды осылай біртіндеп құйып араластырамыз. Біздің пюреміз мына осылай шықты. Крахмал қосқаннан кейін 2-3 минут отты астаймыз да, сосын оттың астын өшіріп аламыз. Енді қазір ыстық кезінде мен мына біздің дайын болған желатинімізді қосып жіберемін. Бізде масса ыстық болғаннан кейін желатин бірден араласып кетеді. Енді бізде келесі кезекте енді сливкиді қоюландыру ғана қалды. Бірақ сливкиді қоюландырмастан бұрын біз мына массаны суытуымыз қажет. Бізде бұл әлі ыстық. Тез суып қазір ыдысын ауыстырамын. Қазірше суый берсін енді. Так, қыздар, енді былай жасаймыз. Қазір мұзды құярдан алдын осылай 2 фольганы аламыз. Тортты осының бетіне қоямын қазір. Ал астынан подложканы қоям. Бізге осындай ацетатный пленка қажет болады. Жіңішкесі немесе биіктеу размердегілер де бар, олар да бола береді. Және осындай раздвижное кольцо қажет болады. Енді қазір біз мұзды құямыз торттың сыртынан. Сол үшін бізге торттың сыртынан 2 сантиметр қалдырып осылай кольцоны кигіземіз. Бізде мысалы аралары мына жерде ашық тұр. Видеода көрініп тұрса, мына жерлер ашық бізде. Енді осының сыртынан ацетатный пленканы қоямын. Мен сіздерге көрініп тұрған шығар, мына жерлер бізде ашық тұр. 1 сантиметрдей етіп ашық қалдырдым мына жердің шет-шетін бәрін екен. Сыртынан біз мұз құямыз. Бұл енді дайын тұра берсін. Енді біз мұзға кірісеміз. Бізде мұнда жаңағы пюреміз. Мына градусы уже 32-ден түсіп жатыр. Менде мұнда тек қана салқын сливки. Енді осыны қою болғанға дейін тоқтамай араластырамыз. Так, міне болды, осымен сливки бізде қоюланды. Мен шамамен қазір 4-5 минут тоқтамай араластырдым. Миксердің үлкен жылдамдығында. Консистенциясы қандай? Міне. Қандай болып тұр менде сливки. Енді осы екеуін бірге араластырамыз. Бірінші азғантай бөлшегін құямын. Солай араластырып аламын. Тортымыз да дайын, мұз да дайын. Енді құямын. Мен шет-шеттеріне құямын мен қазір. Шет-шеттеріне бізге қуыстарға кіру қажет. Лопатканың көмегіменен. Бірінші сонда құямыз. Так, лопаткамен тегістеп жіберейік қазір кішкене. Болды, осылай енді мен морозилкаға жіберемін.
Қазір біз мусс тортымыздың бетіне енді ең соңғы құятыны компоты дайындайтын боламыз. Енді компотын дайындауға бізге не қажет болады? Менде мұнда қант, алманы осылай майдалап турадым. Алманың қалай айтсам екен, шырыны, яғни сок, алма пюресі, алманы қайнатып алдым, сосын блендерден өткізіп жібердім. Менде мұнда желатин, лимон суы, пектин. Пектинді қолдансаңыздар да болады, егер де таппасаңыздар пектиннің орнына крахмал қосуға да болады. Және мұнда желатинға арналған су. Алдымен суды желатинға құйып қоямыз. Ең бірінші осыны істеу керек, өйткені желатин бізде дайын болып тұруы қажет, яғни суды сіңіру қажет өзіне. Бізде мұнда қант пен пектин екеуін араластырып жіберемін. Және мұнда алманың пюресін саламын темір ыдысқа. Және осында алманың шырынын құямын. Және мына алманың майдалап туралған кусоктарын саламыз да. Осыны қазір біз отта қайнататын боламыз. Және қайнағаннан кейін барып қантты қосамыз, лимон суын қосамыз, ең соңынан барып желатинді қосамыз. Міне бізде қайнап жатыр. Енді осы кезде мен лимонның суын қосамын және қант қосамыз. Осылай араластырамыз. Қантты қосқаннан кейін бірер минут араластырамыз да оттың астын соңын өшіреміз. Так, бізде міне компоты осымен қайнап келді. Барлығы араласып кеткен, енді желатин қосып жібереміз. Масса ыстық болғаннан кейін желатин тез ериді. Осымен кішкене суығанын күтеміз. Суығаннан кейін біздің мусс тортымыздың үстінен құятын боламыз. Енді біздің компотымызды мұнда құямыз. Қазір біріншіні алмаларын салып аламын. Өйткені қазір барлығын бірден құятын болсақ, бірінші сұйық құйылады да алмалар соңынан қалып кетеді. Енді осылай холодильникке салып қоямыз қатқанға дейін. Сосын барлығы қатқаннан кейін барып, бетіне кішкене оформлениесін жасап, кесуге болады. Қыздар, біздің осымен мусс тортымыз бітті. Қазір енді сыртындағы фольгаларын пленкасын тастасақ. Так, енді сыртындағы ацетатның пленкасын алып тастаймыз. Мінекей біздің тортымыз осылай шықты. Енді қазір мен шет-шетіне жаңғақтың майдаланған омлеттарын сүйіп шығамын. Болды, осымен біздің мусс тортымыз дайын. Енді қазір ішін кесіп көреміз. Үсі осылай шықты. Менде мұнда астында фольга болғаннан кейін кішкене дұрыс кесілмеді. Қыздар, осымен сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.